Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кешкі ас дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттардың бәрі описание бөлімінде жазылып тұр. Ал ендеше бастаймыз. Пиязымызды ашып, майдалап тураймыз. Kartofumuzu uzun bölükке bölemiz. Ал сәбізімізді теркадан майдалап өткіземіз. Және 2 қызанақты қабығын аршып дайындап қоямыз. Барлық тураған заттарымызды қызып тұрған табада пісіретін боламыз. Ең алдымен пиязымызды қызарғанша қуырамыз. Оның үстіне картофымызды саламыз. Картоп кішкене қуырылған соң рет-ретімен сәбіз және де қызанағымызды салып қуырамыз. Бөлек бір ыдысымызға жұмыртқаның сарысын және де кішкене дәмдеуіш себеміз. Тартылған етімізді салып, дөңгелек тәрізді етіп жасаймыз. Мінекей табамыздың ішіне сарымсақ және де укроптың сабағын саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай тартылған етімізді табамызға саламыз. Бөлек бір ыдысқа 1 стакан суға 1 ас қасық томат салып араластырамыз. Оны табамызға құямыз. Қақпағын жауып 15 немесе 20 минуттай баяу отта пісіретін боламыз. Мен гарнирге макарон қайнаттым. Бөлек бір ыдысқа қайнап тұрған суға макарон салып 3-4 минут қайнатамыз. Мінекей кешкі асымыз дайын болды. Менде гарнирге картоп болды. Сіздер өздеріңіз қалағандарыңызша қойсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісін басып, әр апта сайын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын.